Сәлем баршаңызға, арнамды көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен дәл осындай өте керемет, бір жасағаннан шығатын, аузыңызда еритін ракушка печеньесінің жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін каналымнан алыстамай, менімен бірге болыңыздар. Ендеше рецептімізді бастайық. Алдын ала електен өткізіп дайындап алған ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, крошка әзірлейтін боламыз. Крошкамыз дайын болғаннан соң үстінен қаймағымызды саламыз. Содан соң 2 дана жұмыртқамызды сары уызы мен ақ уызынан бөліп алатын боламыз. Сары уызымызды шекеріміздің үстіне қосамыз, ақ уызымызды бөлек құрғақ ыдысымызға салып аламыз. Шекер мен сары уызды міндетті түрде жақсылап араластырамыз. Сол кезде біздің шекерлеріміз қамырымызда бүтіндей болып қалмайды. Қамырымыз өте нәзік болып шығады. Осылай жақсылап араластырып болғаннан соң қамыр қопсықшымызды салатын боламыз. 1 шай қасықтай. Және де жұмыртқалы массамызды қоспамыздың үстіне қосып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді 15-20 минутқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Алдын ала бөліп алған ақ уызымыздың үстіне шым-шым тұзымызды салып, миксердің көмегімен тоқтаусыз араластыратын боламыз. Меренгамызды әзірлейміз. Міндетті түрде миксеріңіздің шелері құрғақ болу керек, және де ақ уыз салған ыдысыңызда құрғақ болу міндетті. Сол кезде сіздің меренгаңыз өте әдемі жақсы болып шығатын болады. Біршама уақыттан соң біздің меренгамыз дайын болды. Міндетті түрде шекер салуды да ұмытпаймыз, аппақ болып көпіргеннен соң. Біздің қамырымызды алып, дәл видеодағыдай ұсақтап 20 бөлікке бөліп шығатын боламыз. Сіздер өз қалаларыңызша кез келген бөліктерге бөлсеңіздер болады. Мен осылай өзіме ыңғайлы майда бөліктерге бөліп шығатын боламын. Ешқандай ұнды қажет етпейді. Өте оңай, керемет дәмді печеньелардың бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырымызды жайып болғаннан соң үстінен 1 шай қасық меренгамызды және де 1 шай қасық жаңғағымызды салып, дәл видеодағыдай печеньемізді бүгіп шығатын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Мінекей тағы да біреуін жасап көрсететін боламын. 1 шай қасық меренга және де 1 шай қасық үгітілген жаңғақ. Осылай нығыздап жауып болғаннан соң енді пергаментімізге орналастырып, қызып тұрған пешімізде 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің печеньеларымыз пісіп шықты. Содан соң ыстықтай күйінде үстінен қант ұнтағын салып, безендіріп дастарханымызға ұсына берсек болады. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, сіздермен болған Ариана. Видеомнан лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.